Саламатсыздар оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз санның логарифмі және оның қасиеттері. Алдымен анықтамасына тоқталайық. 10 және 1-ден өзгеше а негізі бойынша в 10 санының логарифмі деп в саны алынатындай а саны шығарылатын дәреженің көрсеткішін айтады. Мысалы, логарифм а негізді в тең x жазуы негізі а болатын в санының логарифмі x-ке тең деп оқылады. Бұл жерде а дегеніміз логарифмінің негізі болып табылады. Енді мысалы мынадай мысалдарды қарастырып жіберейік. Негізі 5-ке тең 25, 625, 125-тен 1 сандарының логарифмін табайық. Негізі 5-ке тең. Сонда а дегеніміз 5-ке тең болып тұр. 25 санының логарифмін табайық. Негізі 5-ке тең 25 санының логарифмін табыңыз дейді. Сонда бұл 2-ге тең болады. 5-тің 2 дәрежесі 25-ке тең. Ары қарай логарифм 5 негізді 625 дейді. Бұл 4-ке тең. Яғни 5-тің неше дәрежесі 625-ке тең болып тұр. Ол 4 дәрежесі. Ары қарай логарифм 5 негізді 125-тен 1 дейді. Бұл бізде минус 3-ке тең. Себебі 5-тің минус 3 дәрежесі 125-тен 1-ге тең болады. Енді логарифмнің анықтамасынан логарифмнің негізгі тепе-теңдігін аламыз. Яғни а-ның логарифм а негізді в дәрежесі ол в-ға тең. Енді келесі мысалдарды қарастырайық. Логарифм 3 негізді 3-тің логарифм 3 негізді 27 дәрежесі. Жаңағы логарифм негізгі тепе-теңдігі бойынша 27-ге тең болады. 5-тің логарифм 5 негізді 125 дәрежесі бұл да 125-ге тең болады. 10-ның логарифм 10 негізді 101 дәрежесі ол 101-ге тең болады. Енді мынадай мысал қарастырайық. Негізі 9 болатын 27 санның логарифмін табыңыз дейді. Негізі 9-ға тең 27 санның логарифмі. Яғни x-е x табу керек. Логарифмнің анықтамасы бойынша 9-дың x дәрежесі, яғни 27-ге тең. Енді оны түрлендіреміз. Бұл 3-тің 2x дәрежесі, 3-тің 27 дегеніміз 3 дәрежесі. Сонда x тең болады. 2x тең 3, бұдан x тең болады 1,5. Сонда логарифм 9 негізді 27, 1,5-ге тең. Ары қарай 16 санының логарифмі қандай негізде 4-ке тең болатынын табыңыз дейді. 16 санының логарифмі қандай негізде, яғни енді а-ны табыңыз дейді. А-ның 4 дәрежесі 16-ға тең. Сонда а тең болады 4-ші дәрежелі түбір астында 16, ол 2-ге тең. Логарифм сонда 2 негізді 16, 4-ге тең. Ары қарай негізі 81 болғанда, минус 0,175-ке тең логарифмді табыңыз. Енді бұны табыңыз. Минус 4-тен 3-е, минус 0,175 дегеніміз. Енді анықтамасы бойынша в тең болады 81-дің минус 4-тен 3 дәрежесі. Бұл 1 бөлінген 4-ші дәрежелі түбір астында 81-дің кубы. Бұл дегеніміз 81 дегеніміз ол 3-тің 4 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі, 81 деген соның кубы 4-ші дәрежелі түбір астында. Сонда мына жерде 3-тің 3 дәрежесі болады. 3-тің 3 дәрежесі болады. Бұл 1 бөлінген 27. Сонда логарифм, мына жерге жазайын. Логарифм 81 негізді 27-тен 1, ол тең болады минус 4-тен 3-ге. Сонда 81-дің минус 4-тен 3 дәрежесі 27-тен 1-ге тең. Енді логарифмнің бірнеше қасиеттері бар. Соған тоқталып өтейік. Логарифм а негізді а, ол 1-ге тең. Мысалы,
логарифм 3 негізді 3 дегеніміз ол 1-ге тең болады. Тағы сол сияқты логарифм мысалы 8 негізді 8 ол 1-ге тең. Яғни 8-дің 1 дәрежесі 8-ге тең дегенді білдіреді. 3-дің 1 дәрежесі 3-ге тең. Логарифм а негізді 1 0-ге тең. Мысалы былай болсын, логарифм 7 негізді 1 0-ге тең. Ол нені білдіреді? 7-ның 0 дәрежесі 1-ге тең дегенді білдіреді. Ары қарай логарифм а негізді в және с сандарын көбейтіндісі ол тең болады логарифм а негізді в плюс логарифм а негізді с. Қазір мысалдар қарастырамыз. Сол сияқты логарифм а негізді в мен с-ның бөліндісі тең логарифм а негізді в минус логарифм а негізді с. Және дәрежеге қатысты логарифм а негізді в-ның n дәрежесі ол тең болады дәрежесі логарифм алдына түседі. n көбейтілген логарифм а негізді в. Мысал қарастырып кетейік. Мысалы логарифм 3 негізді мысалы 4-дің квадраты болсын. Онда оны былай жазуға болады. 2 көбейту логарифм 3 негізді 4 деп жазуға болады. Келесі логарифм а негізді x ол тең логарифм в негізді x бөлінген логарифм в негізді а. Бұл жаңа негізге көшу формуласы. Яғни в деген жаңа негіз алынады. Және в деген жаңа негізге алынып көшеді. Мысалы, мынадай болсын, логарифм ол есептеулер барысында өрнектерді ықшамдаған кезде, қысқарту қажет болған кезде солай негізді өзіміз таңдап аламыз. Мысалы, логарифм 2 негізді 3 болса, бізде мысалы жаңағы есептің ішінде 7 негіз қажет болып тұрса, 7 негізге көшуге болады. Логарифм 7 негізді 3 бөлінген логарифм 7 негізді 2 деп негізін ауыстыруға болады. Сонда логарифм 2 негізді 3 бізде логарифм 7 негізді 3 бөлінген 7 негізді 2-ге тең болады. Немесе қандай негіздегі сан қажет болып тұр. Сол қажеті бойынша солай көшуге, жаңа негізге көшуге болады. Енді мынадай мысал, жаңағы 3-ші қасиетке келеді. Логарифм 3 негізді 243 көбейту 729 дейді. Яғни екеуінің қосындысы түрінде аламыз. 3 негізді 729. Енді мына жерде оңай табу. 3-дің неше дәрежесі 243-ке тең. 5 дәрежесі, сонда 5-ке тең болады. Плюс мына жерде 6 дәрежесі. Сонда 11-ге тең болады. Ары қарай логарифм 5 негізді 0,8 минус бөлінді болғасын айырма түрінде жазамыз. 5 негізді 125. Енді 1000-8 дегеніміз бізде бөлшек түрінде жазатын болсақ, бұл 1000-8 ол 8-ге қысқартатын болсақ 125-тен 1 болады. Минус логарифм 5 негізді 125. Енді 5-тің минус 3 дәрежесі 125-тен 1-ге тең, минус 5-тің 3 дәрежесі 125-ге тең, сонда минус 6-ға тең болады. Ары қарай логарифм 3 негізді логарифм, яғни мынау логарифмнің ішіндегі өрнек болып есептелетін. Логарифм 3 негізді мына жерде бір сан шығады, сол неге тең. Бірінші мына ішінен бастап орындаймыз. Мына логарифм 3 негізді жазып қоямыз. Содан кейін мына ішінен бастап орындаймыз. Мына жерде былай жазайық. Логарифм 4 негізді 4-тің 9-дан 1 дәрежесі. Сонда ол 9-дан 1 дәрежесі мына қасиеті бойынша, дәреже қасиеті бойынша алдына шығып кетеді. 9-дан 1 көбейту логарифм 4 негізді 4 болады. Енді бұл бірінші қасиеті бойынша логарифм 4 негізді 4 деген бұл 1-ге тең. 1-ге тең болады мынау. Сонда 1-ді 9-дан 1-ге көбейтсек 9-дан 1 болады. Сонда логарифм 3 негізді 9-дан 1 болады. Ол дегеніміз минус 2-ге тең. Ары қарай енді логарифм мына жерде мына өрнекке тоқталып кетейік. Логарифм а негізді x тең логарифм а негізді
v плюс 3 көбейту логарифм а негізді f с минус 4 көбейту логарифм а негізді d теңдеу берілсе, онда оны мына түрде жазуға болады. X тең болады, яғни мына негіздері бірдей болғандықтан логарифмдері түсіп қалады. Сонда x тең болады v көбейту, 3 дегеніміз с-ның дәрежесі болып шығады. Яғни v көбейтілген с-ның кубы минус болғасын, оны бөлеміз, және мына 4 d-ның дәрежесіне шығады. Сонда x тең болады v с куб бөлінген d4. Мұндай операцияны біздер потенциалдау деп атаймыз. Яғни кейбір есептерде осылай негіздері бірдей болатын болса, осылай потенциалдар жіберуге болады. Енді логарифмнің екі түрі бар: ондық логарифм және натурал логарифм. Негізі 10 болатын санның логарифмі ондық логарифм деп аталады. Ондық логарифм жазу үшін негізі логарифмді лог деп белгілейміз. Ондық логарифм жазу үшін LG, яғни LG белгісі қолданылады. Мысалы, логарифм 10 негізді 217 дегенді LG, яғни негізін жазбай-ақ 10 негізді екені ол түсінікті болады. LG 217. Логарифм 10 негізді 9-ды LG 9 деп жаза беруге болады. Бұл тек қана ондық логарифм үшін. Ары қарай негізі е болатын санның логарифмі натурал логарифм деп аталады. Яғни е дегеніміз бізде химия, физика сабақтарында танымыз. Ол иррационал, яғни периодсыз ондық бөлшек, яғни шексіз кете береді. 2,7 деп жуықтап аламыз көбінесе. Және оны е деп белгілейміз. Мысалы, натурал логарифм жазу үшін ln белгісі қолданылады. Яғни логарифм е негізді 13-тің орнына біз ln 13 деп жазамыз. Мысалы, логарифм е негізді 18 болса, оны ln 18 деп жаза береміз. Енді ln деп берген кезде оның негізі е екені есімізде болу керек. Логарифм мысалы 10 негізді мысалы 12 болса, оны lg 12 дейміз. Мына жерде lg дегесін оның негізі 10 екенін есте сақтауымыз қажет.